көңіл-күйлерің қалай? Көңіл-күйіміз жақсы, тамаша, керемет. Жарайсыңдар. Олай болса, сендердің көтеріңкі көңіл-күйлеріңмен кәне біздің өлең шумақтарымызды айтып алайық. Күндей жадырап, айдай жадырап, судай ыс келіп жетті қыз. Ар, жалғыз қар, яз, сүйкілі аяз. Жарайсыңдар. Керемет. Ал енді, мен сендерге жұмбақ жасырғым келіп тұр. Суда мұз бар, жерде қар бар, боран боп соғады. Бұл қай кезде болады? Дұрыс айтасыңдар балалар. Қыс мезгілінде болады екен. Ал біз қыс мезгілінде неше ай бар екен? Қыс мезгілінде 3 ай бар. Айтайықшы, көрмен жапалақтап. Жаңды күнде қайталап, қырға шықты балалар, шағылаған жасалап, шағылаған орайдай, ақмаққа орайды, ұлтылады, ұлтылады, Жарайсыңдар жандар, сендер өте керемет айтып шықтыңдар. Ал енді сендер қыс мезгілі туралы мақал-мәтелдер білесіңдер ме? Олай болса, суреттер арқылы бәріміз қане айтайық. Қыстың сендер мен қарап тұрсам, ертегілердің бәрін шатаспай айтып жатсыңдар. Олай болса, сендер мақтағыз бен мысыр ертегісін сахналағыларың келе ме? Олай болса, мен сендерді мақтағыз бен мысыр ертегісін сахналауға шақырам. Ал бәріміз қалған балалар мұқият тыңдап отырамыз. Ерекшеліктерін айтайық. Қанекей кім келеді? Келе ғой. Мына жерден өзіңе ұнаған суретіңді алып, жапсыра ғой. аққала соғамыз. Отыра ғой. Кім келеді? Келесі бала келе ғой. Алида келе ғой. Мына жерде бір сурет алып, мен жапсыра ғой. Коньки тебеміз. Мынау коньки ма? Шаңғы. Шаңғы. Жапсыра ғой. Отыра ғой. Апай. Даяна кел. Бәріміз балалар, бізде бүгін ойындар көп, барлығымыз шығамыз. Коньки тебеміз. Коньки тебеміз. Енді бір қалды, кел. Қыс мезгілінде қар жауады. отыра ғой, дұрыс айтасың. Ал балалар, тағы да қандай ерекшеліктер бар екен? Қыс мезгілінде. Қыс мезгілінде қандай ерекшеліктер бар? Қыс мезгілінде қар жауады. Қар жауады, тағы да қандай? Аяз болғанда? Аяз болғанда терезеге ою-өрнек түседі. Дұрыс айтасыңдар. Аяз болғанда терезеге ою-өрнектер түседі екен. Ал балалар, сендер жаңа айтып жатсыңдар, аққала жасаймыз деп айтып жатсыңдар. Ал аққала неше бөліктен тұрады екен? 3 бөліктен. Басқа да ертегілердің көгілдір экраннан суреттерін көреміз, ал сендер соны табуларың керек. Қане, көгілдір экранға қарамас бұрын көзімізге бәріміз жаттығу жасап алайық, балалар. Басымызды қозғалтпай, көзімізбен оң жаққа қараймыз, сол жаққа қараймыз, жоғары қараймыз, төмен қараймыз. Тағы да бір қайталап алайық. Оң жаққа қараймыз,
Sol жаққа қараймыз. Жоғары, төмен. Жарайсыңдар. Ал енді мынау қай жер тиді екен? Жарайсыңдар. Ал енді келесі ертегіге өтейік. Мынау қай ертегі екен? Шалған ертегісінде қандай кейіпкерлер бар екен? Немересі бар екен, тағы да қандай жабайы? Ит пен мысық үй жануарларына жата ма, жоқ жабайы жануарларға жата ма? Жарайсыңдар. Келесі ертегіні көрейік. Алтын балық ертегісінде қандай кейіпкерлер бар екен? Алтын балық қайда түсті? Атаның аулағанда ау салды, иә, суға. Сол кезде ауына не түсті? Бүгін бізде кім ойынға шықпады? Ай көркем келе ғой. Ала ғой. Ал, қолыңдағы қандай сан? 5 саны екен. Жапсыра ғой. Және еді ортасында қандай таң бар? Бұл қандай таңба екен? Қосу таңбасы екен. Жапсыра ғой. 5. Ал, келесі санды жапсыра ғой. Бұл қандай сан екен? Ал енді. Айта ғой. 5. Қосу 4. Тең неше болады екен? 9. 9 болады екен. Тамаша. Жарайсың. Отыра ғой. Ал келесі есепке Ерасыл шықпады, иә? Келе ғой Ерасыл. Қандай сан екен? Ортасына қандай таңба қоямыз? Қандай таңба екен? Ерасыл, қандай таңба? Азайту таңбасы екен. Ал енді есепті шығара ғой. 3-тен азайтамыз. Нешені? 1-ді. 3-тен 1-ді азайтсақ неше болады екен? 1 бола ма? Қане балалар, Ерасылға көмектесейікші. 3 санынан 1 санын алсақ, 3-тен 1-ді 3 санынан азайтамыз. 1 санын. 2 дейді. Жапсырамыз. Жарайсың. Тамаша. Отыра ғой. Бірақ
ben söz veririm. Arkadaşlar bana niye çiğdiyordum? Siyamadan suya gitti. Kızlar. Bana su yemeye şimdi bizge sağdan gitti. Sonra sağa su verim. Ой, балалар, ескі қатышқан айтады, саған бермей, менің тапсырмамды орында дейді. Олай болса бәріміз көгілдір экранға назар аударайықшы. Дыбыс қалай шығады? 4-4-301 тапсырма. 1. Дыбыс дегеніміз не? 2. Дыбыс нешеге бөлінеді? 3. Дауысты дыбыс қалай шығады? 4. Дауыссыз дыбыс қалай шығады? 5. Дауысты дыбыс қандай түспен белгіленеді? 6. Дауыссыз дыбыс қандай түспен белгіленеді? Енді балалар өткен әріптерді қайталайық. Ал енді балалар біз тышқанның тапсырмасын орындауымыз керек. Дыбысты естиміз, айтамыз, әріпті көреміз, жазамыз. Дыбыс екіге бөлінеді, дауыссыз дыбыс, дауыссыз дыбыс, дауыссыз дыбыс, екінші шығады, дауыссыз дыбыс, екінші ұшақ шығады. Дауысты дыбыс қандай түспен белгіленеді екен? Дауысты дыбыс ұзын түспен белгіленеді, ал дауыссыз дыбыс көр түспен белгілейміз. Жарайсыңдар. Енді балалар, енді біз тышқанның қойылған сұрақтарына жауап бердік. Ол жерде жаңа айтылды, өткен әріптерді қайталау деп. Қанекей бәріміз, барлықтарымыз көңілімізді тақтаға аударып, қане әріптерді қайталап алайық. Дауыссыз дыбыс, т дауыссыз дыбыс, қ дауыссыз дыбыс, н дауыссыз дыбыс, г дауыссыз дыбыс, ш дауыссыз дыбыс, в Дауысты ма, дауыссыз ба? Айтпаймыз, өз айтады. Айта қойшы ортайы. Дұрыс айтасың, дауыссыз дыбыс екен. Немен айтпадың кен?
енді тышқан сенің тапсырмаңды біз балалар ойдағыдай орындаған сияқты. Рахмет саған тышқан. Тауық, сені тағы рахмет боласың. Мен жұмқары бермей тұрғаннан сен бірінші менің тапсырмамды орындама. Сосын барып жұмысқа да беремін. Жарайсың. Ал екінші тапсырманы мұқият тыңдап алайық. Бүгін сендермен хәле әріпімен танысамыз. Екі әріпі болады. Мен дауысты дыбысқа жатамын. Өйткені мен қызыл түспен белгілеймін. Өл деген өл, талға деген өл, қане балалар тағы бір рет қайталайықшы. Өл деген өл, талға деген өл. Ал қане балалар, бүгін біз жаңа әріппен танысуымыз керек екен. Кәнекей бәріміз мұқият қарайықшы. Қандай әріпті айтты жаңа бізге? Әріпін айтты. Ал әріпі қандай түспен берілген екен бізге? Қалай ойлайсыңдар? Қызыл түспен берілсе ол дауыстыға жатар екен, дауыссызға жатар екен? Дұрыс айтасыңдар, дауысты дыбысқа жатады екен. Ал енді осы жердегі қазір бәріміз сөздерді айтайықшы, қайталап. Өрмекші, өрік, өшіргіш. Дұрыс айтасыңдар. Ал енді өрмекші деген сөзді дыбыстық талдау жасайықшы кәне. Үш буынға жатады, үш буынға бөледі екенбіз, иә? Өрмекші сөзін дұрыс көріп шықтыңдар. Ал енді біз осы сөздерді әріпін ең бірінші кәне ауада оң қолымызды көтеріп бірінші жазып алайықшы кәнекей. Жоғарыдан төмен түсеміз, қайтадан қолымызды жоғары қосамыз, иә? Ортасына сызықша қойылады екен. Балалар, қараңдаршы, әрпінде не қойды ортасына? Сызықша. Ал әрпінде сызықша бар ма? Жоқ. Екі әріп ұқсай ма? Ұқсайды екен, екі әріп. Тек ортасында айырмашылық сызықшада екен. Иә, дұрыс айтасың. К мен Қ-да. Қ-ның аяғы бар, ал К-ның аяғы жоқ. Дұрыс айтасың. Ал енді сурет... Келе ғой, Алтайыр, келе ғой. Өрт деген сөзге дыбыстық талдау жасаймыз, иә? Дауысты дыбысқа қызыл асықты қоясың, дауыссыз дыбысқа топтағыдай көк түсті қойып жасаймыз, иә? Жасаймыз. Мына жерге қоя ғой. Ол дауысты ма, дауыссыз ба? Жоқ. Дауысты дыбыс енді қоя ғой. Ол қандай әріп екен бізде? Р деген әріп екен, иә? Ал енді ары қарай қоя ғой. Жоқ мұны. К дауысты ма, дауыссыз ба? К әріпі. Дауыссыз. Қоя ғой. Ал енді қанша дауысты, қанша дауыссыз болды? Мына жерге қарап айта қойшы. Екі дауыссыз дыбыс. Екі дауысты дыбыс, иә? Дауыссыз дыбыс. Отыр ғой, дауысты дыбыс. Ал бәріміз балалар, кәне, өріп деген сөзде балалар бізге дыбыстық талдау айтайық, жасап берді. Кәне, бәріміз айтайықшы, өріп сөзінде екі дыбыс дауысты, екі дыбыс дауыссыз. Және әріпі дауысты екен, Р мен К әріпі қандай екен? Дауыссыз екен. Ал енді келесі сөзге кім шығады? Өрмекші сөзіне дыбыстық талдау жасап, асықтарды мына жерге қоясың, иә? Мынадан бастайсың. Мына жерге келем. Дауысты ма, дауыссыз ба? Дауыс. Енді Р айттық, дауысты, дауыссыз деп. Мына қоя ғой. Енді келесі әріпіміз, е әріпіміз қандай екен?
Есік, дұрыс, дауысты. Одан кейін? Одан кейін тағы келесі әріміз де қандай екен? Аха, ш. Дауысты ма, дауыссыз ба? Дауыс. Дауыссыз екен, е? Одан кейін әріпі, соңғы әріпі. Дауысты ма, дауыссыз балдағы? Қызыл. Дауыс, дұрыс, дауысты екен. Ал балалар, бәріміз кәне айтайықшы. Қанша мына жерде қанша әріп бізде дауысты екен? Жоқ, санаймыз. 1, 2, 3. Қанша дауысты? Дауыссыз. Бірақ барлықтарға түсінікті болу үшін санап өтейік, иә міне? 1, 2, 3, 4. жарайсыңдар. 4 дыбыс бізде дауыссыз екен. Ал енді балалар, біз ө әріпін жаңадан өтсек те, кәнекей, есту арқылы бір ойын ойнап көрейікші. Мен мысалы, өден келетін әріптерді айтсам, сендер қол шапалақтап оларың керек. Ал өзі жоқ дыбыстарды айтсам, сендер не істейсіңдер? Қол шапалақтамайсыңдар. Кәне бүгінгі өткен әрімізді сендер қалай түсініп атсыңдар? Соны бір тексеріп алайын, е? Ата, өрік, бала, көл, тау, өрмекші, ағаш, өшіргіш, тас, өрік, көлік. Жарайсыңдар балалар, өте тамаша екен. Ал енді балалар, осы сөздер арқылы кәнекей сөйлем құрап жіберейікші. Біз күнде топта сөйлем құраймыз ғой. Сол сияқты енді өрмекші, өшіргіш, өрік сөздерін қолданып, осы сөздерді қолданып сөйлем құрамыз керек екен. Ал айта ғой. Мен өрік тердім. Тамаша. Мен өрік тердім. Неше сөз бар? 3 сөз бар. Сөйлем қанша сөзден тұрады екен? Сөйлем 3 сөзден тұрады. Дұрыс айтасыздар. Міне, енді тағы Айкөркем ұқсап тағы кім сөйлем құрайды? Мүслима келе ғой. Мен өрмекші көрдім. Дұрыс. Мен өрмекші көрдім. Неше сөз бар сөйлемде? 3 сөз бар екен. Керемет жандарым. Ал тағы да өшіргішке кім құрайды екен? Алида? Мен өшіргіш бар. Дұрыс. Менде өшіргіш бар. Қанша сөзден тұрады екен? 3 сөзден тұрады екен. Керемет балалар. Сендер сөйлемді де жақсы құрастырып шықтыңдар. Ал қандай әріппен таныстық? Ө әріппен. Дауыстыға жата ма, дауыссызға жата ма? Дауысына жатады. Өйткені қызыл түске белгілеген. жарайсыңдар. Рахмет саған тау. Саған да рахмет Мұса. Сен менің тапсырмамды жақсы орындадың. Ал енді бара ғой. Екінші тұра ғой орнынан. Екінші орнынан тұрып айта ғой, Сен бұрынсы сақысты бермей тұрып, тапсырмам бар. Соны орындаса беремін. Ала ғой, қолыңа ал. Ала, жұмыртқан қолыңа ала ғой. Ал мысық енді сен бері қарай ғой. 3-ші тапсырма. Бірден 10-ға дейінгі сандарды турап және кері санау. Сандар арқылы ішіндегі құру. Асты
сандар арқылы есептеп шығады. Қосылғыштың орны ауысқан жер қосындының мәні өзгермейді. Және қосу, алу таңбасы берілген екен. Сол қосу, алу таңбасымен біз сіздермен бірге есеп шығарамыз. Ал балалар, есепті бастамас бұрын бірінші бірден 10-ға дейін тура және кері санап алайық. Кәне бәріміз бірге. 7, бұл ойда балалар сандар берілген екен. Сол сандар арқылы жіктерден әртүрлі пішіндер шығарады екенбіз. Кәне, есепке кім шығады? Альтаир келе ғой. Кәне, қай есепті шығарасың? Альтаир, қай түстегі? Жасыл түсті таңдады, я? Жасыл түстегі есепті орындай ғой. Бұл жерде, кәне, сандарды аташы? Бір, міне, жіп, бірде байланып тұр, енді қаншаға апарасың жіпті? 7 санына ораймыз, 7 санына апарады. Тарт, жіп олды. Енді келесі сан 3 санына апарады. Тарт, жіпті қатырақты. Енді келесі сан 9-ға апарады. 9-ға орайды. Ал балалар, ал Альтаир, бізде қандай пішін шықты? Қандай пішін шықты? Жұлдызша пішіні шықты екен, жарайсың, отыра ғой. Ал, келесі есепте. Қай түсті таңдадың? Қандай түс? Сары. Ал сары түсте, ал есепті. Қандай сан? Райана, қандай сан? Мынау қандай сан? 9 ба? Қане балалар өзі көмектесекші? 6 екен. Ал келесі сан? Райана? 2 екен. Орайды. Ал келесі сан? 10 екен. 10-ға орайды. Ал келесі санымыз? 9 ба? Қане, Раяна, мұқият қарашы. 6 екен. Жарайсың. Ал енді, Раяна, сенің шығарған есебіңнен қандай пішін шықты? 3 бір 3 пішіні шықты. Жарайсың. Көп түс екен. Ал есепті атай ғой, санды. 1. Міне, жіп 1 санында байланып екен. Ал енді оны қай санға апарамыз? Бала көмектесекші перизатқа. 9 санына апарамыз. Келесі. Балалар, бүгін біз қандай ертегіні сахналадық? Қандай ертек бүгін? Дауыстыға жата ма екен, дауыссызға жата ма екен? Ал біз дауысты әріпті қайда орналастыруымыз керек? Қызыл үйге орналастыруымыз керек екен, Анер, келе ғой. Қай үйге салады екен біз ө дыбысын? Әрпін? Қызыл үйге, өйткені қызыл түспен белгілейміз, отыра ғой. Жарайсың. Ал балалар, бүгін біз қатықтан не жасадық? Торт жасадық. Сан
таңдарды алып жапсыра қой. Ортасына қандай таңба қоямыз? Осыны. Ал, келесі сал. Ал енді, Алида, қоса қой. Неше болады? 5-ке 4-ті қоссақ неше болады? 9 болады. Жарайсың, жапсыра қой. Ал енді Алида қара, қосындының мәні өзгерсе де қосылғыштың мәні өзгермейді екен. Енді астындағы есепте шығара қой. Қайсарға қоссақ 9 шығады екен. Кәне, шығара қойшы Алида. Балалар, кәне бәрі ойланып отыр. Бәріміз қатысақ. Даусыңды шығар. Ne дейміз қыздар? Дұрыс айтады. Ал олай болса тапсырманы тыңдайық. Келесі тапсырма. 4-ші тапсырма санама. Апта күнде ән айтып би билеп беріңдер. Ал балалар, кәне енді санамақты айтуымыз керек екен. Бәріміз. Бәріміз шығамыз. Ал енді біздің келесі неміз санамақ болса, келесі тапсырмамыз жаңа естідік қой, апта күндер екен. Қан апта күндерін айтамыз. Сәл. Бесіншісі
Ал енді балалар, үшінші ән айту екен, иә? Қана бәріміз әнді билеп тұрып, әдемілеп тұрып айтып берейікші. Рахметімді айтамын. Келе қояйын. Ағашқа келе қояйын. Қоя қой. Ағашқа қоя қой. Мен саған жапырақты берме тұрып, сен менің тапсырмамды орында. Ал балалар мұқият тыңдаймыз. Әдемі болды. Дөңгелек, иә? Әнікі де өте әдемі шықты. Апай. Ой, Слима да дөп дөңгелек жасады. Апай. Дөңгелектер арайсың. Пөлеңді бұғалама, иә? көмектесейін. Қалақтың ортасына салдық, дөңгелектен. Sen менің тапсырмамды орында, одан кейін сен саған қантық берем. Сүт берем. Ал балалар, мұқият тыңдайық. Алтыншы тапсырма адалдық әліппесі арқылы сөздерді жатқа айту керек екен. Ал олай болса, бәріміз мақал-мәтелдерді айтайық. Адалдық анымызды, адалдық жүрген жерде, адалдық жүреді. Ағаш тамырымен адам досы деген мықты, досы көпті жауламайды, ақылы көпті жауламайды. Еңбек қолды бұрауда, еңбектің қалай қолмен Мейірімділік. Жамандық. Пайда етпейді, жақсылық пайда етпейді, жақсылық еткен алғыс оранып. Әдепсіз. Әдепсіз
Балалар, жақсы айтып шықтыңдар. Ал тезірек барып, сендер орныңызға. Аха. Бірақ мен саған міне сенің құйрығың. Бәріміз мына рөлге ойнаған балалар кән бері қарай шығамыз бәріміз. Қыздар, дүкенші, келе қойыңыздар. Сіздерге ойнап қалды ғой деймін, иә, тезірек келеміз. Бәріміз естейміз. Айтамыз. Одан бері тәтті болайық. Адал Дос болайық. Ал бәріміз Адал дос болайық. жарасқа енді бар орындарға өз білімдеріңді көрсете білдіңдер. Айнұр апа екеуміз сендерге бүгін өте риза болып тұрмыз. Ал енді біз сендерді қазір әрқайсыңды мадақтап және тәттілеріміз бар сендерге деген. Бүгін барлықтарың жақсы отырып, жақсы ертегіні сахналап, санамақ, апта күндері сөйлемді жақсы құратындар, ережелердің бәрін жақсы айтқандарың үшін біз сендерді қазір мадақтайық. Айбол, сен бүгін мысық рөлін өте жақсы ойнап шықтың, жақсы сахналадың. Айкөркем, сен мақтарыңды жақсы ойнадың, жарайсың. Раяна, сен ағашты өте керемет ойнап шықтың. Муслима, сен рөлін өте жақсы ойнады. Перизат, әдемі қыздардың рөлін ойнап шықты. Тышқан да жақсы ойнады. Альтайыр ойынға жақсы қатысты. Асылжан бүгін өте тәртіпті болып отырды. Аделя да тәртіп өте тамаша болды. Нұрасыл да, Ерасыл ойынға жақсы қатыстың. Алида да бүгін есептерді Алида жақсы шығардың. Аңкар ертегіні жақсы сахналадың. Алим, сен тәртібің өте жақсы болды бүгін. Сен тауықтың рөлін өте жақсы ойнап шықтың. Мұхаммед тәртіпті болды. Амир біздің бүгін өте тәртіпті болды. Аңғар да біздің тәртіпті болды, иә? Біздің дүкеншіміз өте керемет ойнады, иә? Жарайсыңдар. Балалар, тәртіптерімізді, құртымызды топқа барып жүреміз, иә? Орнымыздан тұрамыз бәріміз. Орнымыздан тұрамыз. Тұра ғой. Жоқ, қоштасамыз. Кәне апайларға айтамыз, сау болыңыздар.